Бәріне сәлем. Бүгін мен сендермен қызық тақырыпта сөйлесемін, ол ұбт. Менің атым Ақнұр, 2021 түлегімін. Таңдау пәнім физика, математика болды. Қазір КБТУ-да ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша, яғни IT-да оқып жатырмын. Бірінші курсты аяқтадым. Менің YouTube каналымның басты тақырыбы бір жыл бұрын ұбт болған. Сондықтан да маған ұбт туралы сұрақтар көп келеді. Соны басынан бастап барлығын бірге талдайық. Ең бірінші және өте көп қойылатын сұрақ ол неден бастау қажет. Ең алдымен пәніңді мамандығыңды дұрыстап таңдай алуың қажетсің. Пән мен мамандықты бірдей қатар қойып таңда. Пәндердің ішінен оңайын іздеп қаламаған мамандыққа түсу дұрыс емес. Мысалы, мен математиканы өте жақсы көрдім, бірақ қасына физика таңдау қажет болды. Мен компьютерге өте жақынмын, сондықтан да IT-ге барамын деп шештім. Қасына физика таңдау қажет болды, сол үшін ғана физиканы оқыдым. Мамандықты бірден таңдай салу оңай емес. Сен таңдап отырған бірнеше ұқсас мамандықтарға ортақ пәнді алып, соларға дайындауды бастай беруден кейін сен өзің соның біреуіне тоқталасың. Пәнді таңдап алғаннан кейін енді оқып бастау қажет. Ең басты процесс ол оқу, дайындалу. Осы кезде көбісі қалай жоспар құрамын, қалай бастаймын, былайша айтқанда болмайтын сұрақтар қояды. Және дәл осылай жүре беріп өз уақытын жоғалтып алады. Барлығы процесс барысында белгілі болады. Алдымен пробный тест тапсырасың, одан кейін соған байланысты өз деңгейіне қарай дайындығыңды елестетесің. Және тест форматымен жақсылап танысып алу қажет. Дайындық тест форматына сәйкес жүру қажет. Негізі дайындық бірнеше түрге бөлуге болады. Оның біріншісі өз бетімен дайындау. Мен дайындалғандай. Бірақтан әркімнің қабылдауы әртүрлі, сондықтан да көп адамдар өз бетімен дайындала алмайды. Бірақ мен өзім ізденіп тауып алуға бармын. Сондықтан да мүмкін сол маған көмектескен шығар. Курсқа қатысуды ойламадым десем де болады, ол ақшаға қатысы жоқ. Мен кітаптарды, яғни оқулықтарды алып отырдым, соның мазмұны бойынша жылжып отырдым. Себебі тесттегі материалдардың барлығы мектеп оқулықтарынан алынады. Және де тақырыптар бойынша жылжып отырдым. Бір тақырыпқа есептер шығару қажет болса, сол тақырыпты іздеп, қазақша болсын, орысша болсын сайттардан қарап шығаратынмын. Және де көп қағаз варианттағы нұсқаларды қарайтынмын. Маған қатты көмектескені YouTube'дағы тегін видеолар. Талдау видеоларды қосып қойып отырып, сонымен бірге есептер шығаратынмын. YouTube деген менің досым болды. Білмегенімнің барлығын содан сұрадым. Қазақша болсын, орысша болсын, барлық видеоларды қарап біліп алатынмын. Ең мықты ұбт мұғалімдерінің курстарын сатып алмасам да, олардың тегін видеоларын мұқият қарап, олар қолданған әдістерді өзім қолдануға тырысатынмын. Айтқанымдай, менің таңдау пәнім физика, математика болды. Физикадан Атымтай Жомарт ағай, Шахназар ағай, Нұрғазы ағай, және де Марғұлан ағайларды өте көп қарайтынмын. Математикадан Ерік Ахметов және де Мегамаздағы ағайларды қарайтын. Осы ағайлардың каналына сілтемені описаниядан таба аласыңдар. Осындай кістелер менің өзімнің онлайн дайындығымды жасап берді. Рахмет. Енді тарихқа келейік. Мен тарихта оқулықта оқыдым, Жұбанышевта да жаттадым, тесттерді де талдайтынмын. Ендігі сұрақ оқу дұрыс па деген. Бұл сұраққа мен өзім де жауап бере алмаймын, себебі білмеймін. Жалпы Жұбанышевпен дайындалу жеткілікті. Егер сен оның ішінің барлығын жаттап алсаң, жеткілікті. Менің ойымша, жалпы тарихтағы барлық сұрақтардың 10% Жұбанышевта жоқ сұрақтар болуы мүмкін. Мен нағыз ұбт сұрақтарын талдап отырған кезде 1-2 сұрақ болды. Жұбанышевта болмады,
ал кітаптардың ішінен, яғни оқулықтан қараған кезде сол сұрақтың жауабын таптым. Ол сұрақты мен білемін, кітаптың ішінде бар екенін, бірақ нақты жауабы есімде жоқ. Себебі кітапта өте көп информация, оның барлығын жаттап алу деген мүмкін емес. Ал Жұбанышевтың системасы бойынша оны жаттау оңайға түседі. Сондықтан да оқу деген дұрыс ямаса қате деп бір сөзбен айту қиын. Алдымен Жұбанышевтың ішіндегі барлық тесттерді жаттап алған дұрыс, одан кейін білмеймін, әрі қарай егер соны жаттап алғанның өзінде сен жақсы нәтиже көрсетесің. Келесі дайындау әдісіне көшейік, ол курспен дайындалу. Онлайн курстармен немесе офлайн курстармен әдемілеп тұрып, чат, куратор, дайын сабақтар, тесттер, пробныйлар, орта барлығы болады. Толық бір курсты аяқтап шықпағаннан кейін мен айта алмаймын, курспен қалай дайындау керектігін, ол жақсы ма, немесе жаман емес, жаман ба. Бірақтан мен дайындалғандарды білемін, олардың нәтижесін білемін. Курспен дайындалу дұрыс па, дұрыс емес па деген сұраққа жауап берейін. Мен өзім онлайн курстардың бірінде куратормын, яғни оларға көмектесемін, мотивация барлығы. Атымтай Жомарт ағайдың физика курсы. Ол жақта күнде менен есептер барлығын сұрап жүретін, және де соған байланысты жақсы алған балалар бар. Керісінше, мен қанша айтсам да, курсты мүлде қарамағандар да бар. Сондықтан да барлығы өзіңе байланысты. Және де офлайн курстар, егер сенің қалаңда жақсы офлайн курс болса, ол өте керемет. Сол жаққа барсаң да болады, бармасаң да енді өзіңнің таңдауың. Ал онлайн курстарға келелі болсақ, көп адамдардан отзыв болатын жақсы курстарды өзің ғана таңдай аласың, және де отзывтарға да сенудің қажеті жоқ, себебі барлығы сені қабылдауыңа байланысты. Мысалы, маған қатты ұнайтын мұғалімдер кейбіреулерге ұнамады, қабылдаулары әртүрлі болады. Сондықтан да пробный сабақтарды бірінші қарап ал, және де соған қарап өзің курсты таңда. Және де келесі барлық түрлерін айтып шықтым деп ойлаймын дайындықтың. Енді жоспарға көшейік. Жоспар дегенде оны жоспар деп қарамауларыңызды сұраймын. Менде чек-лист бар дайын, бірақтан ол жерде де сен бәрібір де жоспарды өзің құрастыруың қажет. Ол тек қана бойынан сызбалар, ал қалған жоспардың барлығын өзің құрастырасың. Ал чек-листті мен сендерге тегін беруге дайынмын. Осы посттың астында, осы видеоның астында мен постқа сілтеме қалдырамын. Соған кіріп, болмаса мен жаңа пост дайындаймын, өйткені ол постты мен 2 жыл бұрын жасаған шығармын. Мен сілтеме қалдырамын, чек-лист деп, соған кіріп, менен тегін чек-листі алсаңдар болады. Ол 3 беттен тұрады: апта жоспары, ай жоспары, нәтижелер. Бірақ оның ішінің барлығын толтыратын сен. Мен ол жерде тек қана сызбалар, ешқандай кеңестер жоқ. Өз дайындығыңа қарай отырып, менің айтқан кеңестеріме қарай отырып, өзіңнің дайындығыңды ұйымдастырасың деген ойдамын. Және де саған айтарым, бар ойыңды ұбт-ға бөл. Сен мұны не үшін тапсырғалы жатқаныңды есіңе түсір. Сен не үшін енді тапсырғалы жатырсың. Және де мотивацияны өз нәтижеңнен және де қолдаудан күт. Мотивация беріңізші деген нәрселер ешқашан жүзеге аспайды. Оны сен өзің аласың. Нәтижелеріңді ай сайын, апта сайын, күн сайын өсіре бер. Ол үшін әрине көп жұмыс жасау қажет, өз-өзіңмен жұмыс жасауың керек. Және де білмегеніңді сұраудан қорықпа. Барлық материал, барлық мүмкіндікті қолданыңдар. Ой, тасташы деген сөз болмасын. Уақытыңды және де барлық мүмкіндікті пайдаланып отырып, барыңды сал. Және де барынша сапаға жұмыс жаса. Әр уақыт өткен сайын бір саты жоғары көтеріліп отыруың керек. Ең бастысы, басқалармен өзіңді салыстырма, кешегі өзіңнен бір саты жоғары бол.
Өз-өзіңе адал бол, дайындалдым ғой, дайындалып жатырмын деп өз-өзіңді алдама, сылтауларды таста, және де қиындықтар болып жатса да оларды ысырып қоя төбе болмаса шешіп тастай тұрып, қайтадан өз дайындығыңа кел, көбісі жазады, проблемалар болып жатыр деп. Бірақтан сен күні бойы сол проблемамен жүрмейсің, сенде ең болмаса 1-2 сағат қалады. Сол кезде өз-өзіңді басып, жарайды деп дайындығыңды тағы да жасап отыр. Ең басты тоқтап қалма, және де өз-өзіңді алдама. Үздіксіз дайындық қажет, барлық заттарды қайталап отыр. Менің тағы да айтарым көп. Өзімнің дайындалған әдістерімді айтпадым, тек қана интро жасап кеттім бүгін. Егер осы тақырыпты жалғастырғанымды қаласаңдар, міндетті түрде комментарийға жазып, қолдау жазып кетіңдер. Мен міндетті түрде жалғастыруға дайынмын. 1 жыл бұрын қолданған, қазіргі куратор ретінде оқушыларыма айтатын кеңестерімді сендерге де беруге дайынмын. Келесі видеоларда кездескенше, сау бол.